Сәлем достарым, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз қалай? Нұрлан жазды жаңа WhatsApp-тан. Қайда келем, қора жаққа шығып тұр деп. Қора жаққа барып, тұлқымды қарып кейін деп отырмын. Келсе қамасайын деп. Шаруақ несін ашып кетті. Қамыстық. Жаңа Торканнан құлынды бүйен бөліп алған болатынбыз. Аққуға қосайық деп. Өйткені Торканда құлынды бие жоқ қой. Жалғыз сол құлынтын. Торкан әрбір шапқылап, сол құлынды зиян кетірмесін деп. Аққуға қосайық деп жүрік. Төмен жақта маңғыт жылқы көрінбейді. Мен жанды асып жүгіріп кештім. Ыстық жел, жаңбыр жоқ, намазтар болды. Осы жағдай ыстықты кейінде түсіретін ғой. Бір жерге бір анасымен бір отырдық. Достареки, бәрі достырым. 5 минут өтті, әлі көрінбейді. Мынандай ұндала жүрмін көремсе кеше. Ыстық жел. Тамам деген әлі басылмай болды ғой. Қайда бұн жаққа қарап тұрмын. Вообще көрінбейді. Тек қалама деп. Бүгін кәдімгі ыстық. Келесі апта 40 градус деп беріп жатыр ғой, ыстық болады деп. Өзімізде құрғақшылық болып өттен да. Қалаға барамыз, как раз сол кезде. Қалада ыстықтайын деп тұрып қой. Олдың төрт бітіруіне барамыз ғой. Ой, Нұрлан жоқ әлі. Ыстық күттім кәдімгідей. Ал оңтүстік жақтағылар сіздерге барғы респект. Қалай тұрасыздар, сіздер мықтысыздар деп. Біз 20 градусқа шыдай алмай жатырық. Примерно 20 градусқа да ыстық жел деп соған шыдамай жатырық қой. Сіздер қалай шыдайсыздар білмеймін енді. Мықтысыздар ыстыққа. Келді ерен жерге. Құдықтың басына шөлдеген ғой. Бұдан су берем екен, бері қайдап әкелем екен қазір. Көреміз. Шөлдеген ғой, далада су жоқ. Сол су береді ау деп қойды. Телімдер бар. Жоқ, әйден кетті. Шығарғанда су қарап жүр қазір. Мақұлық. Мен мына жерде тұрам. Мына екорды алып кетпес үшін. Ана айдап кетті, сынар жақпен кіргізеді қораға. Шарлықтан. Ой, бұларды бөлу қамаудың өзі бір жұмыс. Жылқы сүруіне дейді қайдағы. Қой кет былай қарай. Қосына еп жүрген ғой. Чігі. Ой, қойшы, кетші былай қарай. Кет. Басып кетеді қазір. Бір. Молодец. Арқар сияқты өзі жүгіргенді. Келдім. Қыр. Орынға кір. Кір орынға. Кір. Кіре ғой. Кір. Аққу кір. Кіре ғой. Ойында, шеш ғой. Кіре ғой, кір. Құлындарыңды байқандар. Мойындағысын шешпейсің ба? GPS-ін. Қысып сапты ғой. Анам біреуіне тақсай, биенің біреуіне. Сыстық. Биен біреуіне тақсай. Айға сен ағаңдікі. Сен ағаңды оған айғыда ма? Büyük bir aynı oldu. Sıraya kadar.
Дұрыстап қарап ал. Анау нетіп тұр ғой, ашылып кетті ғой жарасы. Bien шығарайын деп тұрық. Қолдан қалсы көк кішкентай. Анау үстін жырып ап түсіпті ғой. Енді қанап отыр ғой. Иә. Кетші ары қарай. Деу. Ана құлынды не ететін алар қазір. Айстан кет бұлай. Мен саған кеме деймін ғой, жылқы не етіп атқанда, ұстап атқанда. Шапқылап жүр, анан алам алмай ма? Науда келші. Бұлай кет қазір жылқы келеді. Шарбаққа жақындама. Екеуін үй жақты ота жылқы келеді деп адам құсап айтып кетсем, артынан еркептен баспана жердің бәрі бітеді. Боқ. Ол біздің жетімді ақпаны. Бізбен еріп жүрген. Қойшы болды. Қойшы. Бал жинамайды бам қара. Жинайды. Наша жинай? Мұны әкеліп атсама? Көп болды. Мұны әкеліп атсама? Иә, екен аттары. Атқымды. Көп сатай. Әм тақыры. Қолым деп қарап тұр ғой. Кітей қолындар ма? Иә. Бұл пендесін есте ұзы? Ана бие қосылғы сүймей жүр. Сінде қымыз бар ғой. Қымыз бар. Қымызды қаса сауасын? Сосын сауам. Қалаға бар кейік. Жас болғасын ба? Қалаға бар кейік. Ана құлынды лақты месенерек шығармандар дедім ғой неден. Шарбақтан. Неге ертіп ала бересіңдер? Басқа қойлармен достассың да ол. Сен екеуімен бірге жүре бере ба күндікі? Шәріштесіңдер, жүгірте бермендер лақты. Мынау жүр десе, мына екеуін артынан еріп жүре береді, мынау лақты мақтысым. Тізімде қояйық. Ақырын жүрейік. Иә, дақты шәріштесіңдер. Айнал десе айналады, жүр десе жүр дейтін аны үйретіп апты. Мына екеу. Енді бір ақырын жүріп айналып берейік. Жарайды бар. Бір жіберсін, сіз қайда ұстап қой. Ол қойшы қойды. Арада жүр. Біздің екеудің әңгімесі осы. Қасқайғырдың балалары бәрі қасқа почти. Биылғы құлындары да қасқашар. Алдында Торканға қосқан бесеуде қасқа болды ғой. Қасқадан тарағандардың бәрі қасқа болып отыр. Жетімдақ. Ештекенді. Ешті башырап алды қойшын. Жақшы көреді бізді, ешкейді өзі. Ақылды болып тұр, жаңы сипа дейді. Сүт беретін, сүт жетін уақыты келді өзінің. Ұлдарға ермек болды, екеуі ойнайды жүрді күндік осылақпен. Шөп жеп үйренген жоқ алды. Сүт жеді. Өсіп кетсе екен деп жүргенді. Бұл ғой, ешкім жазып едік, ешкім әкетпеді. Лағы өліп қалған ешкіге апарып салыңыздар деп едік, ол ешкім әкетпеді сонымен. Өзімізде қалды енді. Осы жағдай. Ал, қыздар, сіздермен болған осы бек айкымыз, сау болыңыздар. Естіп бие қосу әбігер болып жатыр. Бірақ мына бие что-то шетке шығып тұр, қосылмайды ма? Кішкенеден кейін қосып алмаса.